Біз Панфилов ауданы Пенжім ауылындамыз. Күні кеше мектеп оқушылары арасында шыққан жанжал бүкіл Қазақстанды дүр сілкіндірді. Аудан әкімшілігінің сөзінше, зардап шеккен мектеп оқушысына операция жасалған. Қазір жағдайы тұрақты. Ешқандай шағым жоқ. Ауылдағы жағдай да тұрақты. Пенжім Алматыдан 4 сағаттық жерде орналасқан шағын ауыл. Бұл елді мекенде 12 мыңға жуық адам тұрады. Онда 7 мыңға жуығы қазақ, қалған 5 мыңдай адам ұйғырлар. Жергілікті тұрғындар қарапайым шаруалар. Бірі жүгері кәсібімен айналысса, енді бірі мал шаруашылығында. 27 қазанда ауылда бүкіл Қазақстанды дүр сілкіндірген жағдай болды. Мектеп оқушылары жаға жыртысып, салдарынан бір бала ауруханадан бірақ шықты. Güzel деген магазин чакылады. Ассалаумағалейкум жігіттер. Пенжім. Ұйғыр қазақ. 28 қазанға қараған түні жанжал шығарғандар тұрғындардың терезесін шағып, қақпаларын сындырып кеткен. Тіпті кейбірінің көліктерін қиратқан. Аудан әкімшілігінің сөзінше, жергілікті кәсіпкерлер зардап шеккен тұрғындардың қираған үйлерінің терезесін жөндеп беруге келіскен. Балалар мектепте, Розовиков атындағы мектепте оқып жүргенде, екі балалардың ішінде төбелес сияқты болып кеткен. Сонда бір топ балалар, біраз балаларды ұрып, сонда ол неден қарасаңыздар, бір-ақ минут қана болған нәрсе, мұғалімдер бар, басқалары бар, ажыратып, сонда бір бала құлап, басынан жарақат алды. Ол баланы біз орталық больницаға жатқыздық. Кеше ота жасалды, операция. Бәрі дұрыс болды. Облыстан республикалық нейрохирургтермен ақылдасып, бүгін облыс әкімінің орынбасары екеуміз біз сол балаға кіріп шықтық. Врачтармен сөйлесіп, кіріп, бала адекватный, аяқ қолы жұмыс істейді, ойы таза, тілі таза. Айналайын қалайсың десем, маға жақсы, бәрі дұрыс. Енді давай жазып кеттік. Немізді бердік. О жағынан ешқандай жоқ. Стабильный состояние дейді, ана врачтар солай жазады ғой. Аудан әкімінің айтуынша, ауылда болған қақтығыс кезінде тағы бір адам зардап шеккен. Ол 1953 жылы туған азамат. Тағы да бір үлкен кісі екінші жағынан осы жерде түнде біраз балалар бұзықылық жасап, тас лақтырған, ана үйлерге сонда тас деген болу керек. Ол кісіге де кіріп шықтық, ол кісі де аман-есен, бәрі дұрыс. Енді врачтар операция жасау керек жоқ деді. Біз емдейміз, ол кісі де сол больницада жатыр. Басқа ешқандай жарақат ештеңке болған жоқ. Талғат Өмірәлиев ауылда болған жанжал ұлтаралық қақтығысқа еш қатысы жоғын айтады. Жанжал шыққан мектеп директорымен кездеспек болдық. Алайда директор журналистермен сөйлесуге шықпады. Біз барған күні мектепте сабақтар әдеттегідей өтіп жатты. Ауыл тұрғындары қаптап келген журналистерден шаршағаны байқалды. Сұхбат беруге екінің бірі келісе бермейді. Дегенмен бір-екі тұрғынды сөзге тарттық. Солардың бірі ауылдағы қоғамдық бірлестік мүшесі Абдужан Хамраевта. Ауылда бұған дейін ұлтаралық мәселе көтерілмегенін айтады. Енді кешегі жағдай туралы айтсақ, өте бір ұят мәселе болды. Біздің ауыл өзі бұрыннан бірлігімен, берекесімен танылған ауылдардың бірі еді. Бұл мәселенің келіп шығу жағдайын бағана жиналыста айтылды. Ертеңнен бастап осы қоғамдастық жағынан ауылдық акимат басқа да тиісті органдар жағынан қосылған адамдармен бұл комиссия мектепте одан кейін ауылдың ішінде жұмыс алып барады. Бұл мәселенің не үшін қалай осындай жағдайға келгеніміз туралы. Енді бұл бәрімізге келешекте үлкен бір сабақ. Біздің упущениямыз болып тұр, балалардың арасындағы жұмыстар қалып қалғаны. Астанада сол жұмыстарды істейміз. Енді бұл балалардың арасынан шыққан түсінбестік болып тұр ғой. Екі бала өзара шығыса алмай, балалар бір-бірімен төбелестікке дейін барғанда, бір бала қатыра таяқ жеп больницаға түседі, реанимациядан шығады.
аягында. Сонымен бұл мәселе ана әлеуметтік желілерде шығып кетіп, бұны ұлтаралық мәселе сияқты болып көрсетіліп кеткен. Ауылдағы мектептердің бірінде мұғалім Айгүл Карашева бұл жағдай күтпеген жерден болғанын айтады. Мұндайды кинодан ғана көруші едік дейді ол. Мен өзім екі ұлттан құралғанымыз отбасымыз, менің жолдасым өзі ұйғыр, өзім қазақ қызымын, осы ауылдың өскен. Кешке жақын осы бір айғай шу болып кетті. Милициялар не қылып, соны шыққан басында. Түсінбей қалып басын, сол мектепте болған оқиға екен. Сол балалар төбелесіп, соның аяғы осындай үлкен көтеріліске айланып кетті. Енді бұл жерде екі ұлттың бұлынан келе жатқан, бала кезімізден келе жатқандықтан, бұл енді біз үшін күтпеген жай болып тұр. Балаларға енді қиын, ауыл адамдарына өте қиын болды, ауыл тұрғындарына. Енді болашақта мен бұл ойлаймын, бұл қайталанбаса екен деп. Себебі бүкіл бұл жерде соғысқанда, соғыспағанда ешқандай қатысы жоқ біздің отбасылар, например, бәріміздің көптеген отбасылардың басы үйлері шағылды, терезелер шағылды. Түнімен ұйықтамадық. Айғай шу, мысалы, милицияларда ие боламай кетті, ең ақырында әр ауылдардан келіп кетті жігіттер. Көтеріс болды ғой, былай айтқанда. Біз оны кинодан ғана көруші екен, әзір өмірде бұлай болады деп ойламадым. Енді кездесетін бұнда, енді бұнандай төбелес мен өзім осы жасқа келіп бірінші рет көріп тұрмын. Бүгінде ауылдағы жағдай бір қалыпты. Аудан әкімдігі терезесі сынған үйлер қалыпқа келтіріледі деп отыр. Ал ауыл жастары енді ондай жағдай болмайтынын айтып сендірген.